Фильмнің басында бізге бір нәрседен секем алып келе жатқан қара нәсілді баланы көрсетеді. Оның жанына ақ түсті көлік келіп тоқтайды. Сонда көліктен бетперде таққан адам шығып, бұл жігітті қылқындырып, көлігіне мінгізіп алады. Келесі кадрда қабырғаға ілінген суреттерді көреміз. Бұл жерде біздің басты кейіпкер Крис бар. Ол өзінің фотоаппаратынан жасаған жұмыстарын қарап отыр. Және осы кезде жігітке оның сүйіктісі Роуз келді. Олар екеуі жолға шығуға дайындалуда. Қысқасын айтқанда, жігіт қыздың ата-анасымен таныспақшы. Сондықтан да ол қобалжулы. Және қобалжығанын басу үшін Крис жолда темекі тартпақшы болады. Алайда Роуз оның темекісін алып, көліктің терезесінен лақтырып жіберді. Осыдан кейін жігіт өзінің Род деген досына хабарласты. Сонда досы Криске қыздың ақ нәсілді ата-анасынан абай бол деп қалжыңдайды. Онымен қоса Криске сен қызыңның айтқанынан шықпайды екенсің деп келеме жетейді. Дәл осы кезде жолаушылар абайсызда алдынан шыққан бұғыны қағып кетті. Олар тоқтап көліктерінен шықты. Және Крис өлгелі жатқан бұғыны көруге барды. Осы кезде полиция қызметкері келіп, қыздың рөлде мен отырдым деген сөзіне қарамастан, Кристің төлқұжатын сұрады. Сонда Роуз жеңістік бермегендіктен, полиция оларға тиіспей жөндеріне қалдырды. Қыздың ата-анасының үйі қаладан өте алыс, орманда орналасқан екен. Крис үйге кіре бергенде қара нәсілді бақташыны көрді. Және есіктің алдынан қыздың ата-анасы күтіп алды. Әкесінің аты Дин, ал анасының аты Мисси. Үйге кіре сала Роуз бұғымен болған оқиға туралы ата-анасына айтып берді. Қыздың әкесі Кристен, сендер қанша уақыттан бері кездесіп жүрсіңдер деп сұрады. Сонда Крис 4 ай деп жауап берді. Ал осыдан кейін Дин Криспен жақын танысқысы келіп, онымен бірге үйді аралады. Олар дәрігерлер әулеті екен. Мисси ханым психолог, ал Диннің өзі нейрохирург. Және оның үлкен ұлы да әкесінің ізін қуған. Ал осыдан кейін жігітті Джорджина деген үй қызметкерімен таныстырды. Жігітке бір қарағанда оның көзқарасы біртүрлі болып көрінді. Жалпы айтқанда отбасыдағылардың барлығы ақ нәсілділер, ал қызметкерлер қара нәсілділер екен. Осыдан кейін Дин жігітке ыңғайсыз болмау үшін бұл жағдайды түсіндіріп берді. Оның сөзінше, Джорджинаны кезінде ауру әкесіне қамқорлық жасау үшін жалдаған екен. Осыдан кейін Кристің қыздың отбасымен бірге ауладағы дастархан басында отқанын көреміз. Осы жерде Мисси ханым Кристің ата-анасы туралы сұрайды. Сонда жігіт өзінің әкесін мүлдем танымайтынын, ал анасының 11 жасында қайтыс болып кеткенін айтты. Ал қыздың әкесі болса, темекіні қою үшін Миссидің гипнозын қабылдасаң болады дейді. Алайда жігіт бас тартты. Жақын арада отбасы ағайын туыстарының барлығын жинап, үлкен дастархан жасамақшы екен. Сонда Роуз маған не үшін алдын ала ескертпедіңдер дейді. Осы кезде ойланып ұзақ тұрып қалған үй қызметшісі қолындағы шырынның барлығын далаға төкті. Ал бұны көрген Мисси ханым қызметшіге барып ұйықтап ал дейді. Ал Джорджина күлімсіреп басын изеді. Осы кезде үйдің үлкен ұлы Джереми келді. Сөйтіп әңгіме ас үйде жалғасты. Осы кезде масайраған қыздың ағасы Криске қара нәсілді екенін айтып, онымен күш сынасамын деп тиісіп қоймайды. Осыдан кейін жатын бөлмеде Роуз Кристен өзінің отбасының оған деген көзқарасы үшін кешірім сұрайды. Түннің ішінде көз алмай жатқан Крис түсініксіз дауыстарды естіп далаға шықты. Осы кезде оның алдынан бақташы жүгіріп өтті. Ал үй қызметшісі Джорджина болса, терезенің алдында біртүрлі қимылдар жасап тұр. Осыдан кейін үйге кірген жігіт Мисси ханымды кезіктірді. Әйел жігітті әңгімеге тартты. Олар екеуі темекі шегу, депрессия және Кристің анасы туралы әңгіме қозғады. Ал Мисси ханым әңгіме айтып отырып, шайын былғауын тоқтатпайды. Сонда біздің Крис болса, қасықтың дыбысынан гипнозға беріліп кеткендей. Және амалсыздан анасы туралы сұрақтарға да жауап беруде. Оның анасы қайтыс болатын күні жаңбыр жауған еді. Және де жігіт дәл қазір жаңбырдың даусын естіп тұрғандай. Сол қасірет шалған күн Кристің алдынан өтіп, жігіттің көзі жасқа толды. Сонда Мисси ханым бұл жағдайға өзіңді кінәлі сезінесің бе деп сұрақ қойды. Жігіт болса қолдарын дәл сол күндегідей қимылдатып жатыр. Ал осыдан кейін Крис орнынан қозғала алмай қалды. Сонда Мисси ханым оған: Ты начнешь тонуть. Жігіт қара тұңғиыққа батып кеткендей болды. Ал оның көз алдында Мисси ханым мен оның кабинеті кішірейіп бара жатыр. Сонда Кристің көздері бір орында қатып, жанары жасқа толып қалған. Ал сосын Мисси ханым келіп, Кристің көздерін қолымен жапты. Ал біздің Крис болса, тұңғиыққа батып кеткендей болды да өзінің төсегінен шошып оянды.
Осыдан кейін жігіт талдардың арасына барып бірнеше сурет жасады. Ал қайтар жолда ол бақташыны көрді. Оның есімі Уолтер екен. Сонда біздің жігітке бақташының да іс-әрекеті біртүрлі болып көрінді. Әңгіме арасында Уолтер Криске «Сенің қызың өте әдемі және көптеген жігіттің арманы» дейді. Осыдан кейін Крис Роузға келіп, түндегі гипноз маған әсер еткен сияқты. Өйткені бүгіндікке темекі шекпедім дейді. Және де бақташы Уолтердің сенде көңілі бар сияқты дейді. Ал қыз болса жігіттің бұл сөзіне мысқылдап күледі. Көп ұзамай айтылған қонақтары да келді. Қонақтардың барлығы Кристің қара нәсілді екенін есіне сала береді. Ал біздің жігіт оған ашуланбай, әдеттегідей фотоаппаратын алып, бірнеше сурет жасады. Осыдан кейін қонақтардың арасынан жалғыз қара нәсілді адамды байқап, онымен танысты. Сөйтсе бұл жігіттің есімі Логан екен. Және Логанның да сөйлеу мәнері үй қызметшісі мен бақташының сөйлегендеріне ұқсайды. Кейін олардың жанына Логаннан 30 жас үлкен әйел келіп, өзін Логанның әйелімін деп таныстырды. Осыдан кейін біздің Крис бұл жерде бір нәрсенің дұрыс еместігіне мән бере бастады. Ал сосын жігіт қонақтардың арасындағы Джим Ходсон деген адамның қасына келіп отырды. Ол екеуі бір-бірін бұрыннан сырттай таниды екен. Себебі екеуі де фотограф. Крис үйге кіріп, жоғарға көтерілді. Сонда қонақтар оның қимылына құлақ асып тынышталып қалды. Жігіттің телефонын біреулер қуаттағыштан ажыратып тастаған екен. Және Кристің ойынша бұны жасаған үй қызметшісі Джованна. Ал Роуз болса Криске бүйректен сирақ шығармай отыршы дейді. Осыдан кейін біздің Крис өзінің досы Ротқа хабарласып, мұндағы болып жатқан қызық оқиғаларды айтып берді. Сонда Кристің досы ондағы қара нәсілді адамдармен болып жатқан оқиғаның барлығы гипноздың әсері болар деп топшалайды. Осы кезде Джованна Кристің телефонын қуаттағыштан ажыратып тастаған үшін кешірім сұрауға келген екен. Когда вокруг много белых, начинаешь нервничать. Жігіттің сөзінен кейін үй қызметшісі көзі жасқа толып тұрса да күлімсіреп жоқ деген сөзді қайталай береді. Ал Крис қайтадан сыртқа шыққанда оған біртүрлі көзбен қарап тұрған қонақтарды байқады. Осы жерде Крис Логанды фотоға түсіріп алды. Сонда телефоннан түскен жарық Логанға әсер етіп, оның көздері мөлдіреп, мұрнынан қан аға бастады. Осыдан кейін ол Кристің жағасынан алып, бұл жерден қаш деп айқайлай берді. Әйелі оны бұл жерден алып кетті. Ал Мисси ханым оны тынышталдырған екен. Диннің болжауынша, бұл эпилепсия ауруының белгісі. Логанның жағдайы орнына келген, ол жымиып тұр. Осыдан кейін жігіт пен қыз өзеннің жағасында әңгімелесіп отырады. Кристің сөзінше, ол эпилепсия ауруының қандай болатынын біледі. Және Логанның жағдайы эпилепсия ауруына мүлдем сәйкес келмейді. Ал қыз болса, менің әкем нейрохирург, ол өз ісін жақсы біледі дейді. Осылайша әбден басы қатып кеткен жігіт бұл жерден кететінін айтты. Сонда Роуз бұл сөзге ренжіп, мені мұнда жалғыз қалдырмашы дейді. Дәл осы уақытта Дин қонақтарға Кристі аукцион ретінде сатып жатыр. Сөйтіп біздің қара жігітті фотограф Ходсон сатып алды. Ал мұнда бұл жағдайдан хабары жоқ Крис Роузға анасының өліміне өзін кінәлайтынын айтып отыр. Ал қыз оны жұбатып құшақтауда. Роуз жігіттің өміріндегі жалғыз қымбат адам болғандықтан сүйіктісін жалғыз қалдырғысы келмейді. Осылайша олар үйге қарай қайтты. Ал үй жақта қонақтар тарқап жатыр екен. Ал мұнда Дин мен Мисси ханым оларға тесіліп қарап тұр. Үйге келгеннен кейін Крис Логанның фотосын өзінің досы Ротқа жіберді. Сонда досы дереу кері хабарласып, Логанның үсті жоғалып кеткен Андре Хейберт деген адам екенін айтты. Енді Крис бұл жерден тез арада қашу керектігін түсінді. Және оның телефонының қуаты өшіп қалды. Осы кезде жігіт ашық тұрған есікті көріп, оның ішіне кіреді. Осы жерде Роузаның көптеген қара нәсіл жігітпен суретке түскенін көреді. Бұл суреттердің ішінде Уолтер, Логан, Джорджина да бар. Осы кезде қыз келіп қалды. Және жігіт екеуі үйден шығып келе жатыр. Сонда бүкіл отбасы мүшелері олардың алдынан шықты. Ал Роуз жігітке қарап, көліктің кілтін жоғалтып алғанын айтты. Сонда Крис ашуланып, тез арада тап деп айқайлайды. Осы кезде қыз да жасанды рөл ойнауын қойып, көліктің кілтін көрсетті. Ал жанында тұрған Мисси ханым дереу қасықпен кесені ұрды. Ал бұл дыбыстан Крис жерге құлап, тағы да гипнозға түсіп кетті. Енді Кристі Дин мен ұлы аяғынан сүйреп бара жатыр. Келесі күні Рот телефонмен хабарласып, өзінің досын ала алмады. Крис бір бөлмеде орындыққа танулы. Ал оның қарсы алдында бұғының басы мен кішкентай теледидар тұр. Көзін ашқан Крис бірінші бұғының басына қарайды. Ал теледидарға қарағанда қасық пен кесенің дыбысын естіп, тағы да гипнозға кетті.
Ал мұнда Рот полиция қызметкерлеріне келіп, досымен болған оқиғаны айтып берді. Алайда полицейлер оның сөзін күлкіге айналдыруда. Осыдан кейін Рот Роузға хабарласты және қыздың алдап жатқанын біліп, оның сөздерін диктофонға басып алғысы келді. Алайда онысы сәтсіз болды. Крис өзінің тырмалап жатқанынан оянып кетті. Ал теледидардан Ходсонның бейнесі пайда болды. Ол жігітке көп ұзамай олардың миларын операция арқылы ауыстыратынын айтты. Ал теледидар сөнгеннен кейін Крис орындықтың үгітілген жеріне мән берді. Қайтадан қасық пен кесенің дыбысы. Қара жігіт тағы да ұйқыға кетті. Қыздың әкесі Дин ота жасауға дайындалуда. Ол Ходсонды ота үстеліне жатқызды. Ал Джереми біздің жігітті алып келуге кетті. Кристің қолын шешіп алаңсыз тұрған Джереми жігіттің соққысынан талып қалды. Осы кезде біздің Крис құлағынан үстел үгінділерін алып тастады. Және осыдан кейін ол бұғының мүйізімен Дин мырзаны өлтіріп тастады. Жігіт жоғарға көтерілгенде Джорджина оны көріп қашып кетті. Ал алдынан Мисси ханым шыққанда Крис кеседегі шайды төгіп тастады. Әйел болса жігіттің қолына пышақ тығып алды. Алайда дәл осы пышақтан өзі қайтыс болды. Осы уақытта ештеңені естімей, құлағына құлаққап тағып алған Роуз өзіне жаңа жемтік іздеп отыр. Кілтті алып көлікке отырған Крис жүре бере Джорджинаны қағып кетті және жігіт оны тастап кеткісі келмей көлігіне салып алды. Ал олардың ізінен Роуз қарумен шықты. Бабушка. Осы кезде Джорджина Криске қарап, менің үйімнің тасталқанын шығардың деп ұрғылай бастады. Рөлге ие бола алмай қалған Крис талға келіп соқты. Джорджина қатты соққыдан есінен танып қалған. Ал Роуз арт жақтан келіп көлікті атқылауда. Біздің Крис ақсаңдап одан қашып бара жатыр. Қыз тағы да сәтсіз атылған оқтан кейін атасын көмекке шақырды. Оның ата деп тұрғаны бақташы Уолтер екен. Бақташы Криске жетіп алды және біздің жігітті жұлқылауда. Сонда Крис астында жатып оған телефонның жарығын түсірді. Және осы жерде бақташы есін жиғандай болды. Ол Кристі өзім өлтіремін деп қыздың қолынан қаруды алып, Роуздың өзін атып тастады. Және осыдан кейін өзінің көз жасына ерік беріп, өз-өзінде атып жіберді. Жаралы Роуз қаруға қолын созуда. Бірақ та Крис келіп оны тоқтатты. Осы кезде Роуз Криске оны жақсы көретінін айтты. Және дәл осы кезде полиция көлігі келді. Және көліктің ішінен досы Рот шықты. Крис досымен бірге көлікпен кетіп бара жатыр. Ал Роуз қансырап жерде қала берді. Достар, бейне ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк басып кетейік. Және достар, жігіт өзге ғаламшарға барып, Суперменге айналды деген шолуымды көруді ұсынамын. Ал оны көру үшін жай ғана экранға шыққан суретті бассаңыз жеткілікті. Келесі көріскенше аман сау болыңдар достар.